Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырып қысқы шина жайлы. Қысқы шинаға ауысу мерзімі жол қозғалысы ережелері бойынша Қазақстан Республикасы үкіметінің 10-11-2014 жылғы нөмірі 1196 жылы қаулысымен бекітілген жол қозғалысы қағидаларының құжатының көлік құрылғыларының техникалық талаптарына қойылатын талап бойынша нормативтік кодекс бойынша барлық көлік құрылғылары 1 желтоқсаннан бастап 1 наурызға дейін қысқы шиналармен жүруге міндетті. Яғни көлік құрылғылары 30 қарашаға дейін қысқы шинаға ауысуы қажет. Егер көлік құрылғылары 1 желтоқсанда қысқы шинасы жүретін болса, айыппұл мөлшері 590 бап 5 тармақ бойынша 18.500 теңге. 5 айықы. Қысқы шина деп нені атаймыз? Қысқы шина деп бүйір бетінде winter, snow, мұздың, қардың емес белгілері бар шиналарды қысқы шина деп атаймыз. Қысқы шиналардың түрлеріне келетін болсақ, бірінші шипалы, яғни мұзға төзімді, қала ішінде қолайсыз, асфальтқа төзімсіз. Екінші флексикалық, шипасыз, қала ішінде ыңғайлы, резинкесіз, жұмсақ. Үшіншісі емес, әмбебап, өтпелі маусымдарға арналған. Қысқы шинаның протектор талаптарына сүйенетін болсақ, протектор тереңдігі 4 мм болуы тиіс. Қысқы шина жай резинке емес, бұл жолдағы қауіпсіздік пен өміріңді қорғайтын маңызды бөлік. Өзі мен айналаның қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақта. ПДД тез Назерке парақшасына жазылып кетіңіздер. Пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Рахмет достар.